Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып әліппе пәні, 55-ші сабақ дыбысы мен әріпі тақырыбы. Балалар, деп айтайықшы қанекей. Ал енді дыбысын қолымызбен ауада жазып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Балалар, дыбысы дауысты дыбыс. Себебі бұл дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында ешбір кедергіге ұшырамай, ауа еркін шығады. Ал енді балалар, әрпін ермексаздан жасап көрсетейік. Балалар, суретке назар аударайықшы. Мына суретте не бейнеленген? Бұл суретке қандай әңгіме құрастырсақ болады? Мысалы, Ілияс інісімен санамақ ойнады. Олар санамақты түрлі түсті текшелермен құрды. Санамақ ойыны балаларға санауды үйретеді деп құрастыруға болады, балалар? Ал сен осы сурет бойынша қандай әңгіме құрастырар едің? Өз ойыңмен бөліс. Балалар, іні деген сөзде дыбысы сөздің басында және соңында кездесіп тұр, Балалар, іні деген сөз неше буынға бөлінеді екен? Іні 2 буынға бөлінеді, Іні деген сөзде 2 дауысты дыбыс бар, 2 буын 3 әріп бар, балалар? Ал енді балалар, қарамен жазылған сөздерді оқимыз. Іл, біл, ін, іні, ілім, білім, кілем, ілмек. Балалар, дыбысы сөздердің басында, ортасында және соңында кездесіп тұр, Бұл сөздерді қайталап оқу арқылы өзіміздің оқу жылдамдығымызды арттыратын боламыз. Сондықтан балалар, көбірек оқуға тырысайық. Келесі тапсырма мәтінді оқимыз. Мәтіннің тақырыбы санамақ. Ізет інісімен санамақ ойынын ойнады. Ізет 1 білім деді, ал інісі 2 елім деді. Балалар санамақты ұйқасқа құрды. Санамақ мазмұнды шықты. Келесі тапсырмада жұмбақ берілген екен, балалар. Жұмбақты бірге шешіп көрейік. Бойы 1 қарыс, сақалы 2 қарыс. Жұмбақтың шешуі жүгері, балалар? Жүгері сөзінде дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. Ал енді балалар, жүгері сөзін буынға бөлейік. Жүгері 3 буын бар, балалар? Жүгері сөзі 6 әріп, 6 дыбыстан құралып тұр, балалар? 3 дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.